Салауат шәріп. Ел арасында айтылатын бір қиссада пайғамбар ақтық сапарға кетерінде үмбетімен қоштасады. Олар: «Я Алланың елшісі, біз сенсіз қалай өмір кешеміз? Өмірге жан бітірген сенің рухың еді ғой», деп егіле жылапты. Сол кезде пайғамбар: «Онда 3 күннен кейін рухым қабір басына келеді. Сол кезде жүздесейік», дейді. Ел жұрт одан сайын егіле жылапты. «Онда 7 күн дегенде тағы да бір қабір басына келемін. Сол кезде жүздесейік», дейді. Үмбеті оған да қанағат етпепті. «Онда 40 күннен соң және бір келейін», дейді. Жұрты оған да көндіге алмай қинала беріпті. «Онда 1 жыл толғанда айналып соғайын», дейді. Ел жұрты: «Я ардақты пайғамбар, біз сенімен үнемі бірге болғымыз келеді», дейді. Сонда пайғамбар: «Кім мені есіне алып маған салауат айтуды әдет қылса, мен соның жанынан табыламын, рухымен тілдесемін», дейді. Үмбеті амалсыз көніпті. Пайғамбар ақтық сапарға аттанған соң, ел жұрт оны 3-інде, 7-сінде, 40-ында, жылында қабіріне зиярат етіп, пайғамбарға жиі салауат жолдауды әдетке айналдырған екен.